Алматылық жүргізуші жол берген азаматқа алғыс білдіремін деп айыппұл арқалағанын айтып шағымданды. Оның сөзінше тәртіп сақшылары оған қозғалыс кезінде авариялық жарық сигналын жаққан үшін шара қолданған. Полицейлердің әрекетіне көңілі толмаған тұрғын бұны видеоға да түсіріп алыпты. Ендеше әлеуметтік желіде кешелі бері тарап жатқан сол бір бейне жазбаға зер салып көрелік. Короче, заң бойынша аварийка вашаны рахмет деген әңгімелерін болмайды екен. Болмайды. Я қазір видео көрсетіңізші. Мен поворотник қостым, қазір мен жерді өттім да ары қарай рахметін айттым. Енді осы үшін, маған штраф. Алматының полиция департаменті бұл бейнетаспадағы ақпаратты жоққа шығарып отыр. Олардың мәлімдеуінше видео монтаждалып, полицейдің сөздері жүргізушінің ыңғайына қарай қолданылған. Шағымданған азаматқа айыппұл темір тұлпары мен басқа көліктің алдына табан асты шыға келіп, апатты жағдай тудырғаны үшін салыныпты. Яғни авариялық жарық сигналын қосқан үшін емес, апаттық жағдай тудырған үшін. Жұртты шатастырып, алдастырып, бүкіл қоғамды осындай мәлімет таратты. Бұл негізі заңға қайшы іс-әрекет болып табылады. Оның іс-әрекеттеріне міндетті түрде құқықтық баға беретін боламыз.